жақсылық үш көпіріп 1951 жыл туғанмын. Спорт өте жақсы көрдім бала кезімде. Бірақ соның шыңына шыққаныма мен әрине қуанамын. Әлемнің, олимпиаданың чемпионы болдым. Әлем кубогының иегері болдым. Осы күрестен Қазақстанның еңбегі рет таныдым. Осының барлығы жастарға үлгі болады деп ойлаймын. Енді менің артымнан жастар да осы менің атағыма, даңқыма соған қосыла отырып, менен тасса екен деп тілеймін. Деректі фильмнің түсіру тобы жұмысына кіріскен. Автокөлік ішінде кейіпкеріміз Жақсылық Үшкемпіров шығармашылық ұжымының нұсқауын күтіп отыр. Әйтсе де телефонына тыныштық жоқ. Көліктен түскенше тілдесіп үлгермек болған чемпион біраз бөгеліп қалды. Бүгін бір жағдай болып, әкті байсып өткен. Түсіру тобы да кейіпкерде абдырап қалыстық. Туған әкпесінен айырылып, басына қайғы түскеніне қарамастан, әлем чемпионы түсірілімді тоқтатпады. Қай жыл соқтым, басым істемей қалды жүр. Алматы облысының Мыңбаев ауылдық округінің ортасында тұрмыз. Осы спорт кешені ашылған 10 жылдан аса уақыт болды. Қазір 200-ден аса бала осында спортпен айланысып жатыр. Бүкіл ауылдың балалардың бәрі. Сондықтан да мен өте қуаныштымын. Осы жасаған тірлігіме, осы ұрпақ үшін өзім сияқты осы ауылдың әлемнің олимпиада чемпионы шықса деп тілеймін Алладан. Бәріміз аман болайық, еліміз жұртымыз тыныш болсын. Ал енді кірейік ішке, көрсетейік, жүріңіздер. Ең соңғы таныстыру, ең соңғы сұхбат. Әкпесінің қазасынан есеңгіреп тұрса да, чемпион түсіру тобына бәз баяғы әдетінше ағынан жарыла ақтарылып жатыр. Әлем кубогы дейді, Венгрия, 82 жылы. Мына менің бапкерлерім, Дәулет Тұрлыханов, менен кейін шыққан Азамат, ізбасарым менің. Мына менің мінекей әжемнің қолында өскем, әжемнің қолында. Әкем, шешем, марқұмдар. Мінекей менде барлық жеңгелерім тұр. Мына менің жағы әкпем, иманды болғыр. Оның менде қарындасым бар. Мен жас кезіміздегі. Менің немерелерім мінекей. Мына жерде енді олимпиада кездесулер мінекей барлығы. Мынау енді менің спорттық өмір баяным ғой. Мен 68 жылдан бастап күреспен шұғылданғанмын. КСРО-ның еңбек сіңірген спорт шебері 80 жыл алғам. Ауыл спортшылар арасындағы КСРО-ның 9 дүркін чемпионы болыппын. Институтардың арасындағы 2 мәрте топ жарыппын. 6 дүркін жүлдегері болыппын КСРО чемпионатының. Сөйтіп осында кетті, Иван Подумный, бәрінен ірі қалқар жарыстан 37 дүркін чемпионы болыппын. Оның бәрі айтуға оңай болғанымен, енді үлкен еңбек керек қой. Құрама 10 жылдай болдым ғой, құрама командада. Сол менің жаңағы шыдамдылығым ғой. Сондан да жаңағы терпеливый жақсылық деп айтатын сол. Жақ деп айтады ғой орыстар. Осы үшін талай сөз естідік. Қаншама мылжидың бәрі қоқыс жатқан, қаншама КамАЗ жаңағы қоқыстар шығардық қой жерден. Сол кезде мұның бәрін алдым, қаншама еңбек мұның бәрі істелінген. Осы жасаған кезде біраз институттың азаматтары келіп, ақсақалдары, ой, мына бөлдірдің сен, мынау деп. Мен айтып жүрмін, мен кейін ұрпақ үшін істеп жатқан нәрсе болды деп. Бірақ қазір солар әрқайсысы немерелерін әкеп осында отырады. Мен айтып, баяғыда маған себебіңіздер қандай әнекей. Сол ұрпақ үшін істелінген тірлік қой енді. Ай, қалай балалар? О, салам алейкум.
Ай, жақсы қалай? Жақсымысыңдар? Бер келіңдер бәрің. Бер келіңдер. Ойнаңдар, бірге жүріңдер, күресіңдер. Мен күреспен айланысқам. Міне қазір өздері жиналып, неғып жатты. Қандай тамаша. Міне біздің ауылдың балалары. Қалай? Жақсы ма бәрі? Мінекей қазір осында біздің балаларымыз осы жерде дайындалады. Бір ұлымыз жаңағы Азия біріншілігінде чемпион болды. Міне осы 10 жылдың ішінде шыққан түлектер. Сондықтан да мен қуаныштымын. Осылай шыға береді. 200-ден аса балалар әртүрлі немен айланысады ғой енді. Күреспен, бокспен. Күрестің 4 түрі бар бұл жерде, барлығы да бар. Мен олимпиада чемпионы болғалы 40 жыл болыпты. Енді 40 жылдан бері әлі бір қазақтың баласы барлық күрестің түрінен болмай жатыр да. Соған кейбірде мен ойнап айтайын, әй жігіттер, сендерге не болған? Егемен ел, тәуелсіз мемлекет, біз баяғыда біз Севдода құрама командасы кірудің өзі қиын болған. Оның үстіне ол жеңу одан да қиын болған. Соның өзінде де бардық қой біз. Мен 29 жасымда бардым. Олимпиада чемпионы болдым. 30 жасымда әлем чемпионы болдым. 31 жасымда әлем кубогының иегері болдым. Намыс та керек, бәрі де керек қой енді. Бап та керек, бақ та керек. Соның бәрі бірдей келсе, әлі мен үмітті үзбеймін. Үміт күтемін мен жастардан. Әлі талай әлемнің олимпиаданың чемпионы шығады деп ойлаймын. Бұрынғы кезеңмен қазіргі салыстыруға болмайды ғой. Ауылда ешнәрсе болған жоқ қой, мәдениет үйі болған кішкентай. Соның ішінде қазақша күреспен күрестік, кілем жоқ. Осы көгалда күрестік ауылда. Қазір енді құдайға шүкір егемен ел, тәуелсіз мемлекет болдық. Қазір мен жастарға қаншама жағдай жасалып жатыр. Бабаларымыздың арманы, ұрпағым ертең жақсы болып, егемен ел болса екен, тәуелсіз мемлекет болса екен, міне сол арманға жеттік. Өзіміздің ұлтымызды сүйе білуіміз керек. Тілімізді, дінімізді, сол бабаларымыз істеген ісін істеуіміз керек қой. Олар да қиын замандарда осы өзінің тілі мен діні сақтады ғой. Сол сияқты біз де соны сақтай білуіміз керек. Қазақи болуымыз керек. 91 жылы жариялады ғой тәуелсіздігімізді. Сол кезде елдің қуанғанын көрсеңіз, біз бақытты болдық қой. Сол кезде нан да жоқ, тамақ та жоқ алып барды 91 жылы. Сол қиыншылықтан өттік қой. Сондықтан да қазіргі біздің жоқ дегеніміз енді ұятағы нәрсе. Содан бері қанша жыл өтті, бірақ жаман болған жоқпыз. Барлық мемлекеттермен тереземіз тең болды. Оған қуануымыз керек. Ой, адамдармен өмір таусылмайды ғой енді. Жақсымыз жақсы бола берсе дейді. Міндетіп тұрған жоқ бұл істеген істерімді. 17 жылы Қазақстан еңбегін алар кезде елбасына мен бір арманым бар еді, айтайыншы деп айтқаным бар еді. Сонда айттым да, Нұрсұлтан аға, осы мен бір ауылды мінекей жасадым ғой, енді жаңағы балабақшасын, қолжетті пәтерін, мынау спорт кешенін, мынау несін, мешітке көмектестім, одан кейін газын жүргізуге көмектестім. Соның бәрін жасадық қой енді. Енді бір арманымды айтайын сізге. Менің бір арманым бар аға. Осы көп болса бір 5000 аса ауыл бар шығар. Сонда біздің 5000 қазақтың жігіті сол ауылымызды көтеріп жіберсек, одан баса қандай бақыт керек? Мен соны ойлаймын аға. Бірігіп әр талай таудан тауға жетеміз біз. Шыңға жетеміз аға. Сонда әкел, қолда кеш деп екеуміз күресіп бұлай ойнап, сондай бір кезең болған. Сөйтіп мен алтын жұлдызды маған таққан. Қолдан келсе жақсы істеу керек. Салды ғой бәрі. Қазір бәрі де істеліп жатыр. Бәрі де балалар бар, отбасылар бар. Мысалы қуанамын енді. Әрине, оңай емес, дүние жүзінде оңай емес. Өте қиыннан келетін нәрсе ғой бәрі де. Күн түні шапқылаудың арқасында, еңбекті арқасында келетін нәрсе, сондықтан да жинақы болған дұрыс қой. Елдің алдында бір кішкене болса да бір істеген жақсылығым шығар енді. Сол өнеге тұтқан халыққа бұда бір рахмет. Өзім егемен ел болып, тәуелсіз мемлекет болғаннан кейін
Жаңағы үлкен спортпен қоштастым. 10 жылдай спорт мектебін басқардым, республикалық, осы күрестің. Одан кейін жаңағы 91 жылы егеменді тәуелсіз мемлекет болғаннан кейін малмен айналыссам қалай болады деп, ата-бабамыздың кәсібі ғой енді. Соны жалғастырушымын ғой. Жүрегім ауырып, содан ешке, бір 155-ке алдым да, соны сүтін іштім, дәрігерлер айтқаннан кейін. Соны жүрегім жақсы болғаннан кейін, жаңағы 2 жылдан кейін 500 ешкі болды. Содан арғы басалып кетті ғой, мен оны осылай болам деп ойлаған жоқпын. Енді қуанамын әрине, оның барлығы еңбекпен келген нәрсе екен. Сол арғай сол атамның кәсібін жалғастырып кеттім ғой, содан біраз ірі қараны көбейттім, одан кейін жылқыны көбейттім. Бәрі де еңбек керек қой. Қай салада болса да оңай емес. Қазіргі менің мал шаруашылығындағы істеп жатқан тірлігім, ол әліппедімді ары қиын болмаса бері емес. Бірақ соған күш салып, жан жағымдағы азаматтар көмектесіп жатыр. Енді өзіміздің мемлекетіміз көмектесіп жатыр. Сондықтан да шетелге мынау ет өнімдерін шығарып жатырмыз экспортқа. Оның барлығы да оңай шаруа емес қой. Кемеңгер емеспін, сөзге шебер емеспін. Сол қолдан келген нәрсені істеп, мал бағып, елдің ортасында өзімнің Завет институты істеген сол мамандығымен істеп жатырмын ғой енді. Мен институт оқып жүргенде Семейде, сол кезде бір бапкерлер Украинаның. Содан айтты да, давай жақсылық, сен біздің Украинаға кел, Киевке. Біз сен академияға түсірейік, Шелқоз академияға. Ауысып кел деді, неден, Семейден. Сені әлем олимпиада ойындарына жібереміз деді. Біздің ықпалымыз күшті деді. Соңы мен ойланып, жарайды, мен ойланайын, көрейін дедім. Сөйттім де Семейге барғаннан кейін Қабыш Омарович деген соғысқа барып келген кісі. Сонымен айттым, осылай мені шақырып жатыр. Мен мына жақтан бара алатын түрім жоқ Қазақстаннан. Сол жаққа барсам қалай болады? Сонымен ақылдасайын деп келдім дедім де. Сонымен маған айтады, айнаға қарашы өзің дейді. Сен кім екенін білесің бе дейді. Айнаға қара дейді. Қазақпын дедім. Атаңның басы бар онда дейді маған. Не бар ол жақта? Баратын бала былай да барады деді. Сен былай да күштісің. Өзің еңбегіңмен барасың деп. Өз ұлтым өзім үшін керек қой. Ол ұлтымызды қайсымыз болса да сүйе білуіміз керек. Сонда ғана біз басқа ұлтпен қалды боламыз. Жастар өсіп келе жатыр ғой, ұлттық сезімі бар жастар көп. Ал немерелерім әрине ол ата-атада болар, қазір көз ашық қой бәрінің де. Бәрі де, мен айтып, оқуларды жақсы оқыңдар, азамат болыңдар, тек қана чемпион болу емес мәселе. Ол мыңнан біреу ғана туы мүмкін, миллионнан біреу туы мүмкін. Ол қанша күшті болсаң да, бабың жанса, бағың жанбай қалуы мүмкін. Сондықтан да азамат болу ғой, халқының азаматы болуы. Осылай елдің ортасында болғанға жетсін. Ешкімнен аспай, ешкімнен кем қылмай, қолдан келгенше ақылымыз айтып, істеген тірлігіміз айтып отырсақ, содан артық ақсақалдық жоқ қой енді. Қажыпқанның басында бардым, Балуан Шолақтың ауылында бола білғи, бабаларымыздың басында барып Құран оқытқам. Ол енді ырым ғой сондай. Сен кейінгі ұрпақтар да бізді сөйтіп айтып отырады. Ертең бәріміз де өмірден өтеміз, кетеміз. Олимпиаданың қазақтан шыққан тұңғыш чемпионы, әлем чемпионы, грек-рим күресінің палуаны, халықаралық спорт шебері, атаңызға айналған әйгілі Жақсылық Үшкемпіров туралы бұл фильм ең соңғы түсірілім болғанын сол жердегі ешкімде білген жоқ еді. Өмір деген су сияқты ғой, ағын. Қамшының сабындай деген сол екен ғой. Баяғыда айтушы қысқа olur деп. Şimdi de кеше туып бүгін өтіп бара жатқан сияқты. Бұл елестейді. Сол шіркін-ай жастық шағым деп қалай күресіп едім, қандай атаққа жетіп едім. Сол кездегі істеген бүкіл ненің бәрі ойға оралады ғой.